Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Соқпек қызы. Бүгінгі видеода осындай әдемі және де үлпілдек болып шығатын, орысша айтқанда воздушный болып шығатын пюренің жасалу жолымен бөлісетін болам. Және де пюре жасаудың 5 құпиясымен бөлісетін болам. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк бас, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен достар, ең бірінші құпиясы біздің картоптарымызды қайнап атқан суға саламыз. Сол кезде өзінің дәмін, өзінің тәттілігін жақсы ұстайтын болады біздің картошкаларымыз. Егер де қайнамаған суға салсаңыздар, ол өзінің бойындағы тәттілігін суға беріп қояды. Мінекей қайнады, осындай жақсылап тексеріп, орталары піскеннен кейін суын төгіп тастаймыз. Барлық суын төкпейміз, кішкене ғана астынан су қалдырамыз. Неке менде су қалды, және де екінші құпиясы ыстық сүт құятын боламыз. Сүтті аз-аздан құя отырып езесіздер, бірден барлығын құймаңыздар. Және де үшінші құпиясы сливочный май саламыз. Мінекей сливочный майды салғаннан кейін сүтті осылай нормасына қарай қосып, осылай жақсылап барлығын езіп алатын боламыз. Ал ең соңғы төртінші құпиясы осындай тұзымызды езіп болғаннан кейін ғана салатын боламыз. Неке салғаннан кейін кішкене езіп жібереміз. Сол кезде біздің пюреміз өте керемет болады. Ең соңғы бесінші құпиясы миксермен жақсылап араластырып жібереміз. Әрине достар, бұл міндетті емес, бірақ бұлай жасайтын болсаңыздар, сіздердің пюрелеріңіз сондай үлпілдек, воздушный болып шығатын болады. Керемет болып шығады. Мен әрдайым дәл осылай жасап пісіретін боламын. Осылай миксермен араластырып болдық. Мінекей біздің пюреміз дайын, сондай үлпілде керемет болып шықты. Дәмі де сондай керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де сіздер қасына гарнир ретінде де қолдансаңыздар болады. Әртүрлі тағамдармен, бифштекспен, брюзельмен осындай бірге қолдансаңыздар өте керемет дәмді болып шығады. Сіздердің пюрелеріңіз балапандарыңыздың көңілдерінен шығады. Неке осылай сәндеп қойсаңыздар да болады ұсынар кезде. Қасықпен осылай әдемілеп жолақтар қалдырып қоюға да болады. Міне достар, біздің пюреміз дайын. Осылай дәмін көрсеңіздер болады. Дәл осы 5 құпияны ұстансаңыздар, сіздердің пюрелеріңіз өте керемет болып шығады. Сіздермен болған келінка Майра Құландық келінен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.